讲也是一次非常难得的机会。先从您和中国的缘分开始谈起。我知道您当初在中国工作了很长时间，后来呢，你也作为哈萨克斯坦的国家总理，也访问过中国很多次。我想能不能用一个具体的画面，比如说一张照片，来帮我们回忆一下您当时在中国的情景，可以吗？ Қытай менің өмір жолымнан ерекше орын алатын ел. Студенттік кезімнен бастап өмірімнің көптеген сәттері осы елмен байланысты. Оқу кезіндегі алғашқы ең ұзақ шетелдік сапарымда Бейжіңнен басталды. Бұдан кейін Қытайда 10 айлық тілдік тағылымдамадан өттім. Содан соң бірнеше жыл Кеңес одағының Бейжіңдегі елшілігінде жұмыс істедім. Жалпы алғанда мен сіздердің елдеріңізде 7 жылдан астам уақыт болыппын. Бұдан бөлек, әрине кейін түрлі делегациялардың құрамымен Қытай Халық Республикасына іс-сапарларға барып тұрдым. 与中国相关的许多最快乐的和有趣的回忆保存在我的记忆中。例如，比方说这张照片的拍摄的1984年在北京语言学院的读书的进修的时候，我给你看一下这个照片吧。就这张照片。当时我是非常年轻的，33岁吧。我就那个中国有特殊的情绪，到现在为止我看懂中国字儿，但是现在没有联系那个多说多联系，没有机会。但是呢，我对中国的情绪是非常深。我